يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. Азамат, осы адамға жын қандай жағдайда кіреді? Bir kitapta оқығанда жын адамға қатты қуанғанда және қатты қайғырғанда, сондай-ақ әжетханаға кірген уақытта кіреді екен. Адам қатты қуанған кезде, қатты қайырған кезде ол түсінікті, ол өз-өзін жоғалтады. Ал әжетханаға кірген кезде де жын кіре ме? Әрине, егерде дұға оқымаса, кіреді. Ол қандай дұға? Аллахумма ини аузу бика минал хубси вал хабайси. Ал шыққан кезде ғофранак деп айту керек. Бисмиллах. Аллахумма инни аузу бика минал хубси вал хабайси. Ғуфранак. Алланың атымен. Әй Алла, шындығында мен ер және әйел жындардан өзіңе сыйынамын. Бисмиллах. Аллахумма инни а'удhu бика минал хубси вал хабаиф. Ғуфранак.